Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айша болады. Бүгін дайындайтын тамағымыз блинчики. Ең алдымен жұмыртқаны салып алдық. Одан кейін 5 ас қасық сахар салдық, яғни қант. Араластырып алдық. Содан соң нан содасын саламыз, яғни ас содасы. Араластырдық, әдемілеп түйіршіктері қалмайтындай болып. Араластырдық. Одан соң 300 грамм сүт құйдық. Тағы да май, 100 грамм май құйсаңыздар болады. Жақсылап араластырып, одан соң бөлме температурасындағы су құйдық. Ұн салдық. Жақсылап араластырып, бір қалыпта араластырып, түйіршік қылмай, әдемілеп араластырып аламыз. Бір бағытта араластырсаңыздар, түйіршіктермен жақсы шығады қамыр. Енді табаға салып, пісіріп алуды үйретеміз. Бір қалыпта айналдырып, дөңгелек шығарамыз, яғни блинчик. Осылай қолыңыз күйіп қалмасын, абайлаңыз. Ас болсын.